Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет 5 минутта дайын болатын сәбіз салатын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, әлі де көп рецептер болады. Ең алдыменен осындай екі сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Мен тек бір порциялық дайындадым. Өздеріңіздің мөлшерлеріңізбен жасай берсеңіздер болады. Міне үккіштен өткізіп болдым. Енді қантпенен тұзымызды салып аламыз, жақсылап араластырып аламыз. 10 грамм сұйық майымызды қыздырып ішіне құятын боламыз. Менде ол жері видеоға түсірілмей қалыпты. Сосын жақсылап араластырып аламыз. Енді заправкамызды салатын боламыз. Мен дайын заправканы қолдандым. Сіздер қолдан жасасаңыздар да болады. Төменге описаниеге жазып кетем, қолдан қалай жасалу керектігін. Осылай дайынын пайдалансаңыз да болады. Мен жартысын ғана салдым, себебі 700 граммға толығын салу керек. Менде тек 350 грамм сәбіз болғандықтан жартысын пайдаландым. Жақсылап араластырамыз және 70%-ық сірке суынан бір қасық саламыз. Содан соң қияр салдым. Өздеріңіз білесіздер, салмасаңыз да болады. Осылай араластырып жібердім. Сәндік үшін. Міне дайын болды. Шамамен 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Дәмі сіңіп, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Әлі де көп рецептер салатын боламын.